Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде жұма. Сол үшін мен таңертең ерте тұрып, бізде 6:30 шелпек жұқанан, біздің солтүстік жақтарда жұқанан дейміз. Соны пісіріп кетейін деп жатырмын. Міне сүтін дайындап қойдым. Давайте менімен бірге болыңыздар. Еще каша қойып қойдым кукурузный. Қазір балаларым тұрып. Сағат 7:30 қаратай тұрғызам. Сағат 8-де сабақ басталады. 7:15 солай қаратай. Тамақтарын беріп, сосын школға апарып тастаймын. Сізге дайындайық. Мен мұнда сүтті құйдым. Қашыра пісіп жатыр. Артына алып қой. Қатты қайнап жатыр. Және мына менің штативім. Концевой лампа ғой. Кажется, не басы ауыр сияқты. Соған қарағанда ұстамай тұр. Қазір. Басында мен таңертең ерте тұра алмай жүрген. Бүгін арнайлап тұрдым ғой. Пісірем. Осыны деп. Обычно күйеуім сұрайды. Таңертең ерте пісіріп кетейш деп. Ерінетін де. Тұруға ерінем ғой. И күзге дейін какой-то бір апатия болып отыр да. Ештеңе істегім келмейді. Өзімен өзім. Осенняя хандра. Вообще қыз мезгілдерін аса қатты жақсы көре қоймын. Онда суық болады, мен суықты жеп көремін. Маған ыстық ұнайды, жылы ұнайды. Мен кухням кішкентай. Бұл ештеңе сыймайды. Сосын барлық микроволновка, барлығы мына жерде осы жерде тұр. Пока біз екінші этажда сыймегенше, әзірге новый кухонный заказ бере алмаймыз. Сол алла жазса, екінші этаж істесек. Сонда күшті ойымдағы кухняны заказ берейін. Сол күнге азақ қалады деген ойдамын. Білмеймін қалай шығатын. Мен деген жұқананы. Осы жұқа шелпекті жұқананды. Біле алмайым. Қатты елені көріп, менде жұмсақ болып кетті. Елеген тесттан менде жұмсақ болып кетті. Походу мінезіме байланысты. Бірақ та соны елеп, нормально. Тамақтың тестасының өзі жұмсақ болса да, езілмейді. Жыртылып, езіліп, солай болады ғой, жоқ. Қалай болмайды. Деп мақтап қойыншы өзімді. Все, менде 2 штук ана шелпектің наны қалды. Олардың бәрін есіп қойдым. Что-то алдында высший сорт алып едім. Но прям тестом қап-қара сияқты. Көрдіңіздер ма? Бетіндегі қараларды жаңа ашық қалдырып қойған ғой. Содан қара болып тұр. Қатып қалған ғой. Енді мен қазір осында пісірем. 2-ге қойып қойдым. Қазір тез пісіріп шығам ғой. Ане, тұрыңдар. Тұрыңдар. Күшті шығады. Надеюсь, қатпамайды. Все, жұқанан пісті. Что-то мына видеода қап-қара болып тұр. Кашаларын жеп жатыр балалар. Қазір мансыр келеді, мансырға да салып қойдым. Сосын сабаққа апарып тастаймын. Нормально ма қанты? Нормально. Сендер. Школға келіп жатыр. Оценкінде
Аха. Мансұрды байқаңдар, қолына ұстап. Ал енді өзім отырып шай ішем. Сосын жұмысқа кету керек. Тіркеліп кетіңіздер, пікір жазып кетіңіздер. Сіздерге күндеріңізге сәттілік тілеймін. Менде бұл омега. Мындай капсулада майдың дәмі сезілмейді. И магниатин менің шашыма. Үйге кеттім. Бүгін пятница, бүгін ертең демалыс. Иху. Блин, бізде суық. Асқар суық. Қазір үйде не отыр екен? Іс жауапты балалар. Енді қазір жарты сағаттай тұру керек осы қайғып. Ұйықта қалған шығар. Ұйықтап ма бәрі? Мазырғана? Не шайды? Волейболда шығар. Волейболда? Иә. Бізде кешкі ужинға кешегі пісірген қыстың сорпасы. Нетіп қалдым ғой, андай. Тілім көрмеліп қалды. Мынау домашний тауықтың. Көрдіңіздер ма? Қалай сорпасы. Сочный болып тұрады, сап-сары. Мади, как всегда, телефонда зависает. Мансұр ұйықтап жатыр. Анеля волейболдың секциясына кеткен. Сабақтан кейін әлі келмеді. Менде мына жерде ыдыс толып тұр. Қазір соны жуам. Коридорды тазалау керек. Короче, жұмыс жетеді. Ең бірінші ужинімізді ішіп алайық. Как всегда, кешке жақын мен ужин ішпеймін деп келем. Но қарным ашады. Қазір сорпаны ішіп аламыз. Мансұр ұйықтап қапты мына жерде. Диванда. Сабақта шаршап келген ғой. Ол бірінші сменада оқиды. Далаға шығып еще ақылы жасапты. Кішкене ұйықтай тұрсын. Қазір тамақ істеп алғаннан кейін тұрғызып